өзінің орны бойынша тауып алуға болады. Қане, тексеріп көрейік. Қарашы, сенің бөлмеңнің ортасында не жатыр? Кілем. Дұрыс, жарайсың. Кілемнің оң жағында не бар? Оң жақта терезе, үстел, кітаптар, глобус және доп. Ал сол жақташы? Сол жақта кереует және суреттер бар. Ал енді кілемнің алдыңғы жағында тұрған заттарды табайық. Иә, кілемнің алдыңғы жағында шкаф тұр. Зеренің ең сүйікті ойыншығын тауып көрші. Ол қонжық пен мәшиненің ортасында тұр. Қуыршақ, дұрыс. Ал қандай ойыншық құлтемірдің артында тұр? Қоян, дұрыс. Ал қоянның қасында кірпі тұр. Ал құлтемірдің алдында қандай ойыншық тұр? Ойыншық мәшине. Кітаптар мен глобусты табуға көмектесесің бе? Дұрыс, олар үстелде тұр. Ал сен допты көріп тұрсың ба? Доп үстелдің астында. Дұрыс. Суреттер қайда ілініп тұр? Олар кереуеттің жоғарғы жағындағы қабырғада.